Достар, барлықтарыңыз естіген шығарсыздар, біздің банкте, отбасы банкте ақыл депозиті деген депозиттің түрі ашылды. Бұл депозит не депозит? Түсіндіріп өтейін. Ақыл депозитті баланың оқуына деп ашылады. Баланың оқуына ашылған депозит, ол депозитке банктың сыйақысы 12% жүреді, және де мемлекеттік сыйақы 5% мөлшерінде жүреді. Сондықтан, егерде сіздер баланың болашағын, оқуын ойлайтын болсаңыздар, осы ақыл депозитін ашуыңызға болады. Енді ұлттық қордан әр балаға ақша түскенін көрген шығарсыздар. Осы ұлттық қордағы ақшаны 18-ге толмай бала шеше алмайды. 18-ге толған соң, осы ұлттық қордағы ақшасын баланың болашақ үйіне жіберуге болады, болмаса осы ақыл депозитке жіберуіңізге болады. Тағы да сұрақтарыңыз бар болса, менің осы парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар, және де бүкіл таныстарыңызға таратып жүріңіздер.